ғұсылды бұзатын нәрселер. Ғұсыл қашан бұзылады? Соны айтады. Инзалул мани аля уаджхи даф ва шахва. Мәниден шахуатпенен және атқып шығуы. Яғни ғұсыл бұзылу үшін екі шарт болу керек. Ол шахуатпен болу керек. Адам сондай бір ләззатпен болу керек. Шахуат дегеніміз, атқып шығу дегеніміз жаңа напормен шығу керек. Ақырындап былай бір тамшы болып шыққан болса, ғұсыл бұзылмайды, дәретхана бұзылады. Яғни осы екі шарт болу керек. Осы екі шарттың біреу орындалмаса, ғұсыл бұзылмайды, дәретхана бұзылады. Мысалы, мынау әскерде болғанда немесе жаңаны ғимарадан стройкада жүріп құлаған кезінде болады дейді, мынау артпен түскен кезінде немесе артта мына құйымшақтан кетіп текпен кезінде мәни атқып шығады дейді. Ғұсыл бұзыла ма, бұзылмай ма? Онда ләззаттан шығып жатқан жоқ та, ол удар алғанда ләззаттанып отқан жоқ та одан. Текпен кезінде соққыдан шығып отыр. Атқып шықса да, бірақ ләззат емес ол. Түсінікті, екі нәрсе бірігу керек. Соны стройкадан құлады делік, немесе ауру себепті бір адамдікіне жібі босап кеткен. Тұрады да, атқып шыға салады. Шахуатпен емес, ойлап тұрған жоқ еш нәрсе. Ғұсыл бұзылмайды. Онда не? Жаңа нәжасты тазартып, дәретін ғана алады. Сол секілді біреу ләззаттанды, шахуаты қозды, бірақ ол атқып шыққан жоқ, кейіннен ақырында бір тамшылап, ол уже мәни емес, ол уже мәзи болып кетеді. Ол кезінде де ғұсыл бұзылмайды. Түсінікті? Ал жаңағындай ләззаттанып отырған кезінде атқып шықса, ғұсыл бұзылады. Минар роджули уәл мар'ати. Бұл ер адамнан да, әйел адамнан да болады. Ер адамнан да, әйел адамнан да ләззатпен болса, атқып шықса, бұзылады, ғұсыл бұзылады. Ва илтиқал хитанайн мин ғойри инзал. Сол секілді мүшенің мүшеге тиюі еш нәрсе ақпасады. Дәлелдер келеді. Түсінікті ме? Яғни енді бастайын деп жатыр еді, бір нәрсе еске түсіп кетті, немесе мына жақта бірдеме шығып қалды, бастамай жатып не? Шаруамен кетіп қалдым. Бірақ мүшеге мүше тиді. Болды, ғұсыл құйыну керек. Енді бір кітаптарда бас кіру керек, бас кірсе деген сияқты нелер бар. Мына кітапта тисе болды деп отыр. Оны хадистерден келеміз қазір. Тіпті не? Еш нәрсе ақпасады дейді. Мәне ақпасады. Уәл хайд уән нифас. Және әйел адамдарға тиісті ай сайын келетін хайызы, яғни етеккірі ай сайын келгенде, етеккірі біткеннен кейін ғұсыл құйыну парыз болады. Намаз оқу үшін. Яғни ғұсыл, хайыз нені бұзады? Ғұсылды бұзады. Сол секілді нифас. Нифас дегеніміз бұл әйел адамның дүниеге бала әкелген, сәби әкелгеннен кейін жатырын, жаңа бала жатқандана кішкентай ғана жатыр, үлкен болады ғой. Сол қайтып кішірейіп орнына келеді, сол кезінде ішіндегі барлық керек емес нәрселер не қан болып ағып кетеді, тазарады жатыр. Баланың жаңа қалдықтары, несі бар, басқасы бар, тазарады. Сол аздығына шек жоқ. Яғни Фатима анамыздың, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның қызы Фатиманың Хасан Хусейн туғанда бірден кеткен баламен бірге. Нифас болмаған. Енді Аллах Тағала пайғамбарымыздың несі ғой, енді көзінің қарашығы қызы. Сондай пәктек қойған ғой, нифас болмағанда. Бірден туды, жуынып, шайынып, намазын оққанда. Бұл Аллах Тағаланың сондай бір берген несі шығар, берекесі ма. Ал енді қазіргі күнде әйелдерде бұл аз, Фатима анамызда сондай ешқандай болмағандықтан ғалымдар азына шек жоқ дейді. Бірден бітіп қалуы да мүмкін дейді, көбіне 40 күн дейді. Яғни нифас біткеннен кейін, хайыз біткеннен кейін міндетті түрде ғұсыл құйыну, намаз оқу үшін, намаздың уақыты келіп жатыр ма? Міндетті түрде ғұсыл құйыну керек. Парыз. Уассанна Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллам ал-ғусла лил-джумъати вал-идайн вал-ихрам. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям сүннет қылды, парыз емес, ғұсыл құйыну. Сіз ғұсылды болып тұрсаңыз да, үстінен тағы ғұсыл құйыну сүннет қашан? Жұма намазына. Ғұсылдысыз, бірақ жұма үшін жұманың құрметіне деп шомылып, тазарып, ғұсыл құйынып қойсаңыз, сүннет.
Сол секілді екі айт намазы. Екі айт намазына, жұма намазына пайғамбарымыз ғұсыл қиынған, ғұсыл болып тұрса да, сол секілді төртінші ихрамға кию үшін. Қажылыққа барарда ихрам киеміз ғой. Ғұсылыңыз болып тұрса да, ихрам киердің алдында шомылып, толық, тазарынып барып ихрам кию. Бұл сүннет. Ғұсылыңыз болып тұрса да. Ғұсылыңыз жоқ болса, ол міндетті болады уже алу. وَلَيْسَ فِي الْمَذِي وَالْوَادِ غُسْلٌ وَفِيهِمَا الْوُضُوء. Мәзи мен уәдиде бұл да жаңағы жыныстық сулары, бұл да не? Ғұсыл бұзылмайды, тек қана дәрет бұзылады. Мәни дегеніміз үш түрлі су болып жатыр ғой. Мәни, мәзи, уәди. Мәни дегеніміз жаңағы ғұсылды бұзатын. Былайша айтқанда ұрық, бала пайда болатын, ләззаттанғанда шығатын нәрсе. Мәзи дегеніміз бұл атқып шықпайды. Бір адам жаңағындай бір ойға беріліп, немесе бір жаман бір киноларды көріп, ләззатқа берілді де, біраздан кейін азда бір гормондар бөлінді, жеткізді. Бұны мәзи дейді. Бұл да дәрет қана бұзылады, өйткені бұл атқып шықпайды. Уәди дегеніміз бұл кіші дәреттен кейін шығады. Бұл да кіші дәрет емес, басқаша болады, кіші дәреттен өзгеше. Кіші дәреттен кейін шығатын бір Аллах Тағала сондай қылып жаратып қойған ғой, мүмкін дәреттен кейін тазартушы, бір смазка ма, сондай бір микробты өлтіретін бір қасиеті бар шығар, мүмкін кіші дәреттен кейін шығады. Сондықтан бір истинжа, истибро деген нәрселер жасаймыз. Бірден жуына салып, дәрет ала салмаймыз бірден, асын жуа салып. Шамал жүріп, өйткені кіші дәреттен кейін, ол шамалдан кейін артынан келеді. Соны айтады, мынау мәзи мен уәдиде ғұсыл бұзылмайды, тек қана дәрет бұзылады дейді. А дәрет бұзылу үшін мынау мәни, оған бұл екі шарты бар. Ғұсыл бұзылу үшін атқып шығу және